жаңағы өнер, қазақ өнерінің мәдениетіменен 10 күндігі болды. Сол кезде біздің жаңағы сахнаға шығатын артистеріміздің киімін ұлттық нышанда, ұлттық жағдайда, ұлттық өнерменен, жаңағы ұлттық ой өрнекпенен өрнектеу керек болды. Сол кезде бізде ешқандай дизайнер деген болмаған ғой қазақта. Әрқайсымыз өнерлі болған. Әр қазақ өнерлі өзінің өнерменен киімдерді тігіп алған болатын. Ал сол кезде дизайнер іздеген уақытта қайдан табады? Дизайнерді басқа ұлттың өкілдерінен әкеледі. Олар біздің қандай ой өрнегіміз бар білмейді ғой. Қай өрнегіміздің қандай мәні бар қайдан білсін? Сұрайды осы елдің ішінен. Әй, сендер көрсетіңдерші, осы сендердің өрнектерің, оюларың қандай еді деп көрсеткен уақытта ешқандай жаңағы ой өрнегіміз қалмаған. Не көрсетеміз? Алашаны көрсетеміз ғой. Содан ана басқа ұлттың дизайнерлері қазақтың ою өрнектері осындай екен ғой деп жатты кеп жаңағы текеметтің оюын киімге салған, сырмақтың оюын жаңағы басындағы сәукелеге, тағы бір нәрсеге, бас киімдерге сала бастаған. Содан барып біздің ою өрнектеріміз солай болып қалыптасып кеткен. Осы күні жаңағы өзімізді іздей бастаған уақытта біздің текемет жамылып жүргеніміз, сырмақ жамылып жүргеніміз ашылып қалды. Ал енді біздер сіздермен біздеріміздің басты миссиямыз, басты міндетіміз сол қазақтың нәзік өнерінің бұрмаланып кеткенін насихаттау, дұрыс насихаттау. Қалай насихаттаймыз? Насихаттау үшін де адамға күш жігер керек, қаражат керек, тағы да басқалар факторлар керек. Ал біздің қолымызда не бар? Біздің қолымызда тек қана өзіміз киіп насихаттайтын нәрселер бар. Біз тек сол өзіміз бұрмаланбаған түзу, өзіміздің қазақтың нағыз өрнектерін, нағыз оюларын, нағыз нәзік өнерін жеткізетін киімді киіп қана жүрсек, соның өзі өте үлкен насихат болады. Ал енді біздің өзіміз басымызға картон кастрюль төңкеріп жүрсек, біздің өзіміз үстімізге текеметпен сырмақты жамылып жүрсек, біздің өзіміз кимешектеп арабтардың мынандай әлгі омырауын жабатын ақ бірдеңесін киіп жүрсек, онда қандай насихат болады? Біздің өзіміздің өнерімізге қастандық жасап жүрген боламыз. Сондықтан, апалар, сіздерге айтатыным, мүмкін болғанынша біздің өзіміздің қазақтың нағыз кимешектерін, нағыз қасабасын, нағыз күндігін орап жүруге тырысайық. Сіздерді соған шақырамын. Көз бояушылықпенен айналысудың қажеті жоқ. Ал біздің қазіргі істеп жүргеніміздің көбісі, басым көпшілігі көз бояушылық. Екінші бір назар аударатын нәрсе, қазақ болу деген адамның сыртқы формасында емес, мына жүрегінде. Мұсылман болу деген сыртқы формасында емес, жүрегінде. Егер біз әр нәрсеге жүрекпенен мән беретін болсақ, жүрекпенен кірісетін болсақ, онда нағыз өзіміздің ұлттық бейнемізді, ұлттық болмысымызды тірілткен боламыз. Апалар, артық айтып қойсам айыпқа бұйырмаңыздар. Бұдан былай мүмкін болғанынша осылай жиі бас қосып, мүмкіндігінше өзіміздің ұлттық болмысымызды шынайы, көзбояушылықпен емес, шынайы көрсетуге тырысайық. Көзбояушылық деген не? Мына жерде біз басымызға бірдеңені әйтеуір қоқитып киіп келуге тырысамыз, үйге барасап шешіп тастаймыз. Сол көзбояушылық емей немене? Киеміз ба? Тұрақты түрде киіп жүруге тырысайық. Егер бізге нағыз кимешекті кию, нағыз күндікті орау ыңғайсыз болып жатса, мысалы жазда ыстықтауымыз мүмкін, онда қазақтар жазда да киім киген. Жазда да міндетті түрде күндік тақпаған ғой. Жазда киетін орамалын тағайық, жаулығын тағайық, басқаша. Ең бастысы біздің шашымыз жалбырап жүрмесе, басымыз жалаң бас жүрмесе, ашық-шашық жүрмесек,
үстімізге жарасатын жарасықты киімді киетін болсақ, одан қала берсе бүгін заман басқаша. Біз баяғыдағыдай жаңағы бұрынғы заманда жүрген жоқпыз. Міндетті түрде сүйретіп бұрынғы заманның киімін кию деген нәрсе емес. Біз қалайық мейлі, қаламайық мейлі, жаһандануға бет бұрып бара жатырмыз. Басқалардың жақсысынан үйреніп, жаманынан жирене отырып, өзіміздің ұлттық болмысымызды жаңаша жағдайда жасап алуға тырысайық. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, мың жасаңыздар, бір жастарыңыз мың болсын.